Саламатсыздар ма? Бүгін біз жаңа объектпен танысамыз. Ол объекттің аты edit. Edit, яғни басқаша айтқанда ішінде жазатын деп өзім айтып кеткем. Өзім айтып жүрмін. Яғни басқаша айтқанда input деп те айтуға болады. Оны мысалы сайттарда, мысалы Facebook болсын немесе басқа бір сайт болсын, оның ішіне жазатын, тіркелген кезде жазатын бар. Яғни атыңыз жазасыз және тегіңізді деген сияқты. Бүгін біз сол edit етеміз. Яғни edit деген экранға кіріп тастадық. Енді осыны осымен жұмыс істейік. Мысалы, қазір по умолчанию ішіне edit деп тұр. Бірақ бұл свойствоның ішінде бұл текст деп тұрады. Яғни текстті жоқ қыламыз. Яғни қазір ішінде ештеңке жоқ. Енді көрсетуді басқанда кетіре салайық. Көрсетуді басқан кезде ішіне бір жазу пайда болсын, мысалы. Көрсету. OnClickті ашу үшін біз баттонға барып екі рет бассақ OnClick өзі ашылады. Яғни бізге мына жаққа барып кіріп жүрмей, бірден өзінің кнопканың үстіне екі рет бассақ кіріп кетеді. Маус керек емес. Енді edit-тің атын білеміз біз. Edit 1, яғни edit 1 точка. Оның ішіне тексттің ішінде бір нәрсе пайда болсын. Яғни сәлем деген сияқты. Джон Доудик. Енді запуск жасайық. Қазір біз басатын болсақ, ішіне текст пайда болады. Енді қарапайым бір калькулятор істеп көрейік. Ол үшін бізге не керек? Керек емес. Яғни екі санды қосатын калькулятор істеп көрейік. Бізге екі edit керек. Біріншісін былай тастаймыз, екіншісін былай тастаймыз. Сосын үшіншісі керек, оны былай тастаймыз. Және кнопка керек. Қазір бұларды реттейміз. Істейік. Сосын лейбл керек. Болсын, мысалы лейблді қуады екен отыр. Контролды бастырып, жан жаққа бассаңыздар осы істейді. Енді лейблді біз үшін қолданып плюс деп. Сәл деуітейік бұны. Фонтымыз қайда біздің фонт бергел. Фонт пиксель. 20 объемы көрінсін. Енді caption'ына барамызда тең десіламыз. Енді edit 1, edit 2, edit 3 деймі. Енді edit 1-ді басамыз. Текстіне барамыз. Текстіне барамыз. Delete. Барамыз. Текстіне аламыз. Delete. Барамыз. Delete дейміз. Енді бізде бұрынғы сабақтарда емес, яғни
екі санды қосу сабағындағыдай программа жазайық. Яғни біздің А айнымалымыз болады, Б айнымалымыз болады, және С айнымалымыз болады. Не қисайып кеткен бәрі. Мейлі. Енді теңге 2 рет басамыз, яғни теңді басқан кезде мына 2 сан қосылып, мынаға жауап шығады. Теңге басамыз. Edit 1 деп тұр әлі. Бірақ керек емес бізге. Объект басқанда айнымаларды, яғни хабарландыру үшін бірінші var деп жазамыз, одан кейін барып айнымалылардың аттарын, одан кейін типін жазамыз. Яғни A, B, C, integer, яғни толық сандар. Енді біз бұлай істейміз. Яғни енді біз 3 айнымалын енгіздік. Енді сол айнымалыларды біз объекттерге теңейік. Мысалы, A-ны аламыз бірінші. A-ны біз edit 1-ге теңейміз. Яғни бұл қазір қалай айтсам, editтеріміз біздің string айнымалар типімен жұмыс істейді. Яғни string деген жол, яғни жолмен жұмыс істеу, қатармен. Яғни біз оны конверт жасауымыз керек, яғни конвертировать етуіміз керек біз. Яғни stringнан integerге, яғни санмен жұмыс істейміз ғой, яғни сандарды қосамыз. Яғни ол үшін str to int деп жазамыз. Str to int. Енді жақшаның ішіне қай неге, қай объектке, мысалы edit 1-ге, edit 1, және оның property-ні text деп жазамыз. Дәл сол сияқты бұны да жазамыз. Бірақ бұны іштеріңіз сезіп отқан шығар, бұл edit 2 болады. Edit 2 text, ой, не кетті, текстті өзіміз жазылайық. Енді қарапайым бір кішкентай формула жазайық. 2 санды сол edit 1 мен edit 2-ның ішіндегі мәнден қосатын. Яғни C тең A қосу B болсын. Енді edit 3-іміз бар ғой. Ол edit 3-іміз біздің S-ға теңелу керек. Яғни S-дағы мән соның ішінде жату керек. Ол үшін біз edit 3 деп жазамыз. Точка. Так, текст. Енді біз ол сандармен жұмыс істеген екен, ол сандарды қайтадан қатарға айналдыруымыз керек біз. Into string. Into str. Яғни мынаның керісіншесі. Бірақ уже бұл жерде біз edit 3-нің ішіне S-дағы мәнді тастаймыз. Яғни басында біз edit пен бірінші edit пен екінші edit-тің мәнін алған болатынбыз ғой. Енді соның ішіне салу үшін қайтадан басқаша терісінен жазамыз. Яғни S дейміз. Енді запуск жасаймыз. Біздің калькуляторымыз шықты. Яғни 30 қоссақ 60. Сол сияқты көптеген сандар жасауымыз болатын. Тағы сан жасайық, теңдейік. Бұл есептей береді. Бұл сондай ренжітпейтін калькулятор. Яғни деген кезде байқыз істей береді сонда да. Жалпы осылай бір оңай калькулятор жазсақ та болады, істесек те болады. Яғни жалпы код осы. Яғни қайтадан бір көріп шығайық. Мынау A1, A айнымалысы, B айнымалысы және S айнымалысы. Яғни
а айнымалысына теңедік, б айнымалысын, және с-дағы мәліметті 3-ке тастадық, яғни a, b, c. Бұл жерде негізгі код жазатын жеріміз батманға жазамыз. Басқа айтарым жоқ бүгінге. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.